Сәлеметсіңдер ме оқушылар, біз бүгін 2 сынып математика пәнінің 23 сабағын қараймыз. Сабақтың тақырыбы қосындының мәнін және қосылғыштарды табуға берілген есептер. Ал ендеше бірінші тапсырмаға назар аударайық, есепті шығар. Балалар мұғалімдер күніне арнап концерт ұйымдастырды. Концертке 24 қыз және 17 ұл қатысты. Концертке барлығы неше бала қатысты? Барлығын білу үшін біз қосуымыз керек, яғни 24 қызға 17 ұлды қосамыз. Тең. Ал ендеше 24 санынан жіктеп алайық. 24-тің қосындысы 20 және 4 болады. 17 санының қосындысы 10 және 7 болады. Жақша ішіне ең алдымен ондықтарды қосып аламыз. 20 қосу 10. Келесі жақшаға бірліктерді қосып аламыз. 4 қосу 7. Тең. 20-ға 10-ды қоссақ 30 болады. 4-ке 7-ні қоссақ 11 болады. Ал ендеше 30-ға 11-ді қоссақ 41 болады. Ал ендеше бізде жауабы шықты. Демек, концертке барлық бала саны 41 болды. Концертке барған балалардың барлық саны 41 бала болды. Жауабына 41 бала қатысты деп жазамыз. Екінші тапсырмада кестені пайдаланып есептер құрастыр, шешуін әріпті өрнек түрінде жаз. Олай болса, мынау бірінші есеп, мынау екінші есеп, ал мынау үшінші есеп. Бірінші есепте ұлдар саны белгісіз, қыздар саны 24, барлық бала саны Б. Бізге ұлдар санын табу керек. Ол үшін біз Б азайтылған 24 деп жазамыз. Яғни барлық бала санынан қыздар санын азайттық. Жауабы ұлдар саны Б азайтылған 24 болады. Бұл әріпті өрнек болғандықтан осылайынша қалады. Келесі екінші есепте ұлдар саны 17, қыздар саны А, барлық бала саны белгісіз. Демек 17-ге ұлдар санына жаңағы қыздар санын қосамыз. Ұлдар саны 17, қыздар саны А. 17 қосу А. Демек барлық бала саны 17 қосу А болады. Әріпті өрнек болғандықтан бұл да осылайша қалады. Келесі үшінші есепте ұлдар саны X, қыздар саны белгісіз, барлық бала саны 41. Демек барлық бала санынан ұлдар санын азайтамыз. Яғни 41-ден X-ті азайтамыз. Жауабы 41 азайтылған X. Әріпті өрнек болғандықтан осылайша қалады. Үшінші тапсырма есепті теңдеу құрып шығару үлгісіне қара. Концертке 41 бала қатысты. Оның 17-сі ұлдар, қалғаны қыздар. Концертке неше қыз қатысты? Бұл жерде теңдеу сразу құрылып, сіздерге үлгісі көрсетіліп тұр. Ендеше қараймыз, бізге концертке қатысқан қыздар саны белгісіз болғандықтан оны X деп белгілейміз. X қосу 17 тең 41. X тең 41-ден жаңағы 17 ұлдар санын азайтамыз. Қыздар саны сол кезде шығады. X тең 41-ден 17-ні азайтсақ 24 болады. Демек, X-тің орнына қыздар саны 24 деп шыққанды жазамыз. 24 қосу 17 тең 41. X-тің мінекей екі жағы да 41-ге тең. Сол себепті 41 тең 41 деп жазамыз. Келесі төртінші тапсырмада сызбаны пайдаланып есеп құрастыр. Оны теңдеу құрып шығар. Концертке барлығы 41 бала қатысты. Оның 24-ті қыздар, қалғаны ұлдар. Концертке неше ұл қатысты? Мінекей сызбаға қараймыз. Бізде барлық бала саны 41, оның 24-ті қыз. Ал ендеше бізге ұлдар санын анықтауымыз қажет. Ол үшін 24 қосу X тең 41 деп жазамыз. Енді X-ті анықтау үшін X тең 41 азайтылған 24. Барлық бала санынан қыздар санын азайтамыз. Сонда X тең 17 шығады. Демек, бізде ұлдар саны 17. Тексереміз. 24 қосу 17 тең болады 41.
41 тең 41. X-тің екі жағы да 41-ге тең. Келесі 5-ші тапсырма сызбалар бойынша амалдарды орында. Бірінші есепке қарасаңыздар 9-ға 7-ні қосу керек. Сонда 9 қосу 7 тең 16 болады. Демек сұрақ белгісі тұрған жерге 16 деп жазамыз. Ал енді 16-ға қандай санды қоссақ 63 саны шығады. Ол үшін біз 63 санынан 17 санын азайтамыз. Демек 63 азайту 16 тең 47 болады. Сұрақ белгісі тұрған жерге 47 деп жазамыз. Сонда бізде 9 қосу 7 қосу 47 деген өрнек пайда болады. Өрнектің мәні 63-ге тең болады. Келесі кестеге қараймыз. 16-дан азайту 6 деп тұр, тең 10 болады. Белгісіз санға 10-ды қосқанда 38 шығу керек дейді. Оны анықтау үшін біз 38-ден 10-ды азайтамыз, тең 28-ге болады. Ал ендеше бізде 28 қосылған, оны жақша ішінде 16 азайтылған 6 өрнегі шықты. Ал бұл өрнектің мәні 38-ге тең болады. Ал ендеше 21 санына қандай санды қосуымыз керек? 44 шығу үшін. Ол үшін біз 44-тен 21 санын азайтамыз. Тең болады 23. Демек 21-ге 23-ті қоссақ 44 болады. Келесі есепте бізде 84 шығу үшін 44-ке қандай санды қосуымыз қажет? Ол үшін біз 84-тен 44 санын азайтамыз. Сонда бізде жауабы 40 болады. Ал ендеше сұрақ белгісінің орнына 40 деп жазамыз. 40 қосылған 44 тең болады 84. Олай болса бізде 40 қосылған жақша ішінде 21 қосылған 23 өрнегі шығады. Ал өрнектің мәні 84-ке тең болады. 6-шы тапсырмада дәптерге тұйықталған және тұйықталмаған сынық сызықтарсыз. Тұйықталған сызық дегеніміз ол ортасы жабық болу керек. Мінекей нүктелермен осылай сынық сызықтар сызамыз. Бірінші нүктеден екінші нүктеге түсіп тұрған сызықтарды сынық сызықтар деп айтамыз. Осылай қоршалып тұрғанды жаңағы тұйықталған сызық деп айтамыз. Мінекей осылай барлық жері қоршалып тұрады. Ал қисық десе ол былай кететін еді. Ал бізге сынық сызық дегендіктен былай ғана сызылады. Мысалға тағы бір фигураны алайық. Міне ол осылай нүктелер арқылы кетеді және осылай тұйықталады. Бұны тұйықталған фигура деп атаймыз. Енді тұйықталмаған дегеніміз ортасы бекітілмеу керек. Осылай сызылады, содан сынады. Келесі нүктеден келесі нүктеге осылай сынып сызыла беретін сызықтарды тұйықталмаған деп айтаймыз. Міне тағы біреу. Осылай сызылады. Бірақ тұйықталған жоқ. 7-ші тапсырмада қысқаша жазбаны пайдаланып есеп құрастыр. Оны теңдеу құрып шығар. Ұлдар 42, қыздар белгісіз, барлығы 61 бала. Сабақта барлығы 61 бала бар. Олардың 42-сі ұлдар, қалғаны қыздар. Сабақта қанша қыз бала бар? Қыздар санын анықтау үшін біз мына жерде теңдеу құрастырып шығаруымыз керек екен. 42 қосылған 2 тең 61. Демек 2 тең 61-ден 42-ні азайтамыз. 2 тең 19 болады. Демек бізде қыздар саны 19, Жауабы x-ті тексереміз. 42 қосу x-ті біз 19 деп шығарып алдық. 19 тең 42 қосылған 19 61 болады. Жауабы дұрыс. 61 тең 61. X-тің екі жағы да 61. Жауабында 19 қыз бар. Келесі 8-ші ойлан тап. Жандоста бірнеше мақал-мәтелдер кітабы болды. Ол Әлияға 2 кітап сыйлады, ал өзіне 3 кітап қалды. Сонда Әлияның кітаптарының саны Жандостың кітаптарының санына қарағанда 1-ге артты. Бастапқыда Жандоста неше мақал-мәтелдер кітабы болған еді? Әлияда ше. Демек, мына жерде Әлияда басында белгісіз болды, x деп жазамыз. Одан кейін Әлияға 2 кітап Жандос сыйлады. Сонда x қосылған 2 деп жазамыз.
Демек жандоста басында 5 кітап болып тұр, иә. Яғни жаңағы өзінде 5 кітап болып тұр. Оның екеуін Әлияға сыйлағанда өзінде 3 кітап қалып тұр. Демек жандоста 5, ал Әлияда бастапқыда неше болған белгісіз. Сол үшін Әлиянікін анықтаймыз. Ол үшін x қосу 2 деп жазамыз. Оған жандостың кітабына 1-ді қосып теңестіремін. Себебі жандостың кітаптарының санына қарағанда 1-ге артты деп тұр. Жандостың кітабы 3 болып тұр. Оған 1-ді қосқанда өзімен теңеседі екен. Міне. Осы теңдеуді шығару керек. Олай болса, x қосылған 2 деп жазамыз. Тең 3-ге 1-ді қоссақ 4 болады. Енді x-ті шығарып алуымыз қажет. X-тен 4 азайтылған 2, x-тен 2 болады. Бұл Әлияның бастапқыда болған кітабы 2-ге тең. Ал жандостығы 5-ге тең. Ал достар, осымен біздің сабақ аяқталды. Келесі сабақты көру үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.